Сәлеметсіздер ме? Мен 14-ші жалпы білім беретін мектептің химия пәнінің мұғалімі Қожанова Назипа. Менің бүгінгі педидиемнің тақырыбы жас химик зерттеуші инкубаторы деп аталынады. Зерттеушілік мәдениетті қалыптастыру жалпы біздің өміріміздің заман талабына сай жас химияны зерттеушілерге нақты білімді бере отырып, тәжірибелік біліммен ұштастыра отырып, қалыптастыру болып табылады. Жалпы біздердегі идеямның өзектілігі химия пәнінің оқытудағы теориялық білім мен практикалық білімнің алшақтығы қатты алаңдатады. Енді осы екі мәселені басын біріктіре отырып ұштастыру үшін біз ғылыми пәніміздің өзектілігіне практикалық тәжірибелерді көптеп ұйымдастыру қолға алынып отыр. Яғни ол арқылы біз практика жасау арқылы оқушымыздың күнделікті сабақ процесіндегі қызығушылығын, пәнге деген қызығушылығын арттыра аламыз. Ең бірінші ол жерде тәжірибелік дағдысын қалыптастырамыз, шағын, қауіпсіз әрі тәжірибелерді жүргізуді дағдыландырамыз. Сонымен қатар ғылыми тілде сөйлеу мәдениетін оқушылардың қалыптастыруға болады. Логикалық ойлау қабілетінде дамыта алады екенбіз. Инновациялық идеяларды ұсыну қабілетін дамытуға болады. Идеямның мақсаты жалпы зерттеушілік дағдыларды қалыптастыра отырып, химия пәніне деген қызығушылықты арттыруымызға болады. Тиімді әдістерді ұсыну арқылы ғылыми жобаларды ұйымдастырудың жеңіл жақтарын қарастыруға да мүмкіндік болады. Сайыстарға дайындаймыз. Сайыстарға дайындау арқылы оқушылардың ғылыми республикалық дарын ғылыми зерттеулік жобаларына қатыстыруымызға болады. Жеке зерттеу дағдыларын қалыптасады, яғни жеке зерттеу траекториясы қалыптасады. Ол сіз кезде қолданбалы химияны қолдана отырып, тұрмыстық заттармен байланыстыра отырып, күнделікті өмірмен ұштастыра біледі. Ғылыми жобаны ұйымдастырудың 5 кезеңдік әдістері бар. Ең бірінші кезең проблеманы табу және идеялар генерациясы дейді. Бұл кезеңде ғылыми жобаның басты тақырыбы таңдалып, солардың негізгі мәселелері, яғни қандай көзқараспен алынатындығы көрінеді. Гипотезаны ұсыну, яғни ол кезде жоспарлар құрылады, тақырып таңдалғаннан кейін олардың қалыптасу тәжірибесінің алгоритмі жасалынады. Эксперименттік бөлім, эксперименттік микролаборатория технологиясын құрастырамыз. Ол кезде шағын, қауіпсіз әрі өзімізге ыңғайлы лабораторияны қалыптастыру, зерттеу жұмысын жасау арқылы көрсететін боламыз. Нәтижені талдау кезінде зертханалық жұмыстан, зерттеу жұмыстарын алған барлық құралдарымызды, барлық мәліметтерімізді кестеге сызу арқылы дәлелдеп көрсететін боламыз. Жобаның нәтижесін қорғау және ғылыми коммуникация дейді. Яғни ол кезеңдерде біз ең бірінші слайдтарды дайындауды, рәсімдеуді және ғылыми жобаларды жазу негізгі мәселелерін қарастырамыз. Одан кейін бала сөйлеу дағдысын қалыптастыру арқылы осы жобаны қорғауға дағдыланады. Инкубатордың нәтижелері дәлелді ғылыми жобаларынан көруге болады. Мысалы, менің жетекшілігімен орындалған облыстық көлемде жүлделі орындарға ие болған мына суретімізден көруге болады. Витилигоны емдеуге арналған табиғи өнім дайындау. Бұл кезеңде биохимиялық тәжірибелерге негізделген жұмыстар орындалды. Табиғи компоненттердің терапевтік қасиеттері зерттелді. Жілік майының сексеуіл күнінің өнімін тиімділігін көрсеттік. Екінші жұмысым тұрмыстық қалдықтарды өңдеу арқылы тәжірибемен қалдықсыз өнім тұтыну жолдарын ұсыну арқылы балаларға осының тиімділігін, қоршаған ортамен байланысын біріктіре отырып, ұштастырған бір жақсы құнды ғылыми жобалық мәліметтер әзірленді. Осы идеямды қорытындылай келе мынандай свод талдау жасап көрсеттім. Яғни күшті тұстары практикаға бағытталған нақты нәтижелеріміз болады. Облыстық деңгейге дейінгі біздің жақсы жобаларымыз жетістікке жетеді. Және зерттеу мәдениетіміз, оқушылардың зерттеу мәдениеті қалыптасады.
әлсіз жақтары, яғни кейбір құрал жабдықтардың жетіспеушілігі біздерге қол байлау болады, сол кішкене мүмкіндіктерімізді шектейді. Уақытша шағын, яғни уақыттың шамадан тыс көп болуы. Яғни мүмкіндіктерімізге тоқталатын болсақ, яғни дарын, зерде республикалық ғылыми жобалардың байқауына қатысады және STEM бағдарламасын тереңдетуге мүмкіндік береді екен. Мектептің ғылыми имиджін арттыруға көп мүмкіндік болады. Қауіптері тәжірибенің қауіпсіздігі, яғни кей жағдайларда оқушылардың қателігінен эксперименттің дұрыс болмауы мүмкін. Оқушыларды ғылыми зерттеуге жетелеу жас химиктің инкубаторының моделі оқушылардың ғылыми зерттеуде бағытталған, яғни табиғи қызығушылығын арттыра отырып, креативті ойлау қабілетін дамытады. Қорытындыға келе, жас химиялық зерттеуші инкубаторы нақты жетістіктермен, практикалар мен инновациялық зерттеулерге негізделген жұмыстардың бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.